Ассалаумағалейкум достар, сендермен бірге мен Еркош. Бүгінгі видеода бомба жолы 6-шы бөлімін түсіретін боламын. Бұл бөлімде семьядағы балдармен строй жасап захватқа бардық. Және де сол захватта қалай қырылып қалғанымызды көрсетемін. Мен онда көп сөйлемеймін достар, обязательно лайктарыңды басып, видеоны до конца қарауды ұмытпаңдар. Егер де менімен бірге ойнағыларың келсе, сендерді Ставрополь, яғни 63-ші серверге шақырамын. Серверге кіргеннен кейін /promo деп жазып, менің ERA деген промокодымды жазатын болсыңдар, сендерге үлкен бонустар береді. Короче, достар, біз завод Бусаеваға бара жатырмыз. Мінекей 3 бала болып болса акулаға отырып алдық, және де артымызда Volvo деген көлік алдым. Айтпақшы достар, сол Volvo көлігінде 4 баладай отыр. Енді сол балдар болып захватқа бара жатырмыз, яғни завод Бусаеваға. Мінекей завод Бусаеваға келдік. Мен фамсклад деп сразу дайындап қойдым, әйтпесе броня алу қиын болады. Достар, мына жақта 3 адам бар екен, иә. 3 адам бар, 1,5 минут қалды, үлгереміз деген ойдамын. Ана жақта Volvoдан, машинадан балдар түсіп келе жатыр. Мінекей, короче, ішіне кіреміз де айырып тастаймыз. Мәсан. Ёптыгдік, анау дейтін бәка что қапқа кетіп атқан жоқ. О, Твикс хорош. Твикс өлтіріп тадым ба әлі? Тиген жоқ па? Ну, дальше атса берек, достар. Так, мәсан, опана, стрелоксың ғой, так. Ёптыгдік, өлем. Достар, көрдіңдер ме, атып аттым, бірақ та ананың қыпысы азайған жоқ. Жоза, семьяға жаңа ғана кірген Нұреке деген бала, короче, маған Мерседес, мына не дейтін Мерседес лупарик, сол маған 210 мың рубльға осы лупарикті сатты. Ішінде прошивка спорт бар екен, адши Нұреке. Каракино вышкаға да мінекей келе жатырмыз. Ішінде адам бар сияқты ғой, ептігдік, мына жақта қырылыс болып отыр ғой жаман. Ё-майо, ептігдік, Жаник қайға түсіп кеттің? Бірінші өздері атысып алсын да. Рома. Ну ладно, достар, атса берек. Біздің балалар қайқа кетіп қалды. Арта E39 деген көлікте 4 баладай болды. Солар қайқа кетіп қалған екен. Жоғалып кетті өш. Мәсан. Опаны. Абибас 0 аттак. Так, анақта Лисая негр жүр ғой. Оны да өлтіріп тастаймыз. Фык. Ойшышы. Яптыгдік. Фамсклад, сразу бронямызды дайындап қоямыз, броня алуға, то есть Мәсан 0, екіншісі минускасы фык, изи. Мына жақта АФК екен, АФК болса да біз пока лидеріміз ғой, лидер сражение біз, пока ешкім келмей тұрғанда біз осыны айырып. Опана, міне келді ғой, Volvoмен келді ғой, Volvoны выгрузить етіп тастайын. Все, міне Volvo көлігін мен алдым. Примерно 2,8 миллиона алдым стоковый. Мне, короче, пока что вышка наш, достар. Изи, достар, ана жақта бір бала келді да, мне атып атыр ше. Сол что-то ойлап тұрмын, атып атырмын, бірақ та оның уроны кетіп атқан жоқ, то есть өлмей атыр да. Қаншама бала болып атып атыр. Так, жақындап қарасақ, мына жақта Манаға бала шығады ғой, достар. Осы бала ғой, Манаға. Мана завод Бусаевадағы осы бессмертный читер адам. Осының барлығын мен осы видеоға түсіріп атқам жақсы болған. Оны қазір форумға жалбалақтырамыз. Енді уже 2 видеосы бар. Менде 2 фрапс. Енді мынаның семьясына және де өзіне хана болады. Тебе хана, братешка. Мінекей достар, Doors Overkill деген балаға мен форумнан жалбалақтырдым. Манаға 2 фрапсты доказательство ретінде салып қойдым. Енді бұл балаға навсегда бан береді, және де семьясының лидеріне бан береді. Сосын семьясына обнуление жасайды, походу солай. Балдарды стройға тұрғызып қойдым, арасында зам да бар. Тек бірақ зам, достар, кім зам болады, достар? Активный, опытный игроктарды семьялау зам қалатын болам. Ешкімнен замды аямайым, егерде нормально семьяға көмектесіп жатсаңдар. Міне, достар, барлығына қазір мен броня және де оружиеға разрешение беріп тастайын, содан кейін захватқа шығамыз. Міне, акулаға отырып алдық. Енді осы 4 бала болып біз Каракино вышкаға бара жатырмыз. Ал 4 бала, яғни Volvoға отырып алған балдар, олар анау не дейтін еді, охота азестің қасындағы вышкаға кетіп қалды. Өздерімен өздері атысып жатқанда біз араларына кіріп кетеміз ғой, короче, жабылып. Міне, короче, 3-еуміз, қойбай 4-еуміз қазір айырып тастайтын боламыз. Ептігідік айрам қаз. Мана тотқан есі? Мана емес екен, мына бала екен. Епті, мына армейінсіз ба, соны өлтіріп тастаймын. Фык етіп, Мәсан 0, изи, достар, стрелоксың ғой, короче. Міне, ептігдік анаған балаға көмектесейін. Мәсан, ептігдік, мәші.
бронямды алып алайыншы, анау қалай тез атып тастады. Көрдіңдер ма, сразу 1 секундта сразу 2 хпсын алып тастады бронямның ше. Болды, броня алып алдым, енді айырамшы. Келді, мында келші, братишка. Мында келші. Мә. Easy, достар. Так, менде неше уже 100 очкодай бар, 170. Так, достар, менде адреналин бар. Қазір мына баланы көтеріп алайық. Так, міне адреналин. Все, адреналин. Все, easy, вышка, пока наш. Мә, қырғын болып жатыр, достар, атысып жатыр. Бір адам келді да бізді қырып жатыр ғой, короче, жаңағы адреналинмен көтерген бала өліп қалды. Мына өлтіріп тастады ғой, айырам газ. Ептік айырып тастаймын газ. Мында еш, қалай өлтіріп тастады? 1 секундта полный хпымды и бронямды кетіріп тастадым ма? Мәш, түсінбей алдым ғой. Негізі, достар, видео 15 минут болу керек болатын. Негізінде біз көп вышка және де Карель ферма, завод Пусайға бардық. Бірақ та бәрінде де біз қырылып, яғни сол вышка захваттарды ұстай алмай қалдық. Сол себептен сезонды ұстайтын срочно стрелоктар керек. Сендерге смело ранктарыңды және де оружияға, броняға разрешениелеріңді тегін беремін. Достар, осымен видео аяқталды. Видео деген деморганға отырумен аяқталды. Короче, семьяның томында біреулер дым ететті. Сол дымға мен қарсы шығып едім, и мені админ осындай деморганға жіберді. Все, давайте.